40 миллионда бұл қатты Манчестер Сити ойланып, бір толғанып, ойбай, қалай болады деген емес. Бұл жерде риск бар. Сөзсіз бұл жерде онты айту керек, қалай өзін ұстайды дегенде, бірақ энергетик БГУ-дан шыққан бала, ол сол Белоруссия чемпионатында біздің қазақтарды ойнап жүр. Талай жүр ғой, Митрофанов дегенде жүр, Васильев де сол БГУ-да сол Хусановпен бірге ойнады дегендей, қателеспесем біздің Бақтияр Зульфихаров та ойнады. Олар қайда? Мысалы, Хусанов қайда дегенде, сол жерде бұл қандай да бір риск емес сияқты, бала өзінің кім екенін және қолынан не керек келетінін түсінетіндей. Белорусиялық басылымдар бұл біздің талант деп жатырды. БГУ-да 1,5 жыл ма ойнаған, қателеспесем. Оның алдында енді Бунеткордың академиясына шыққан, әкесі кәсіпқой футболшы болған, Өзбекстан құрамасында ойнаған, бұл турасында біз айтқанбыз. Және әкесі өзінің фамилиясын бермеген. Ертең менің ықпалым тиіп кетті, ел айтпасын, мынаның баласы ойнап жүр екен, аванспен соны әкесінің арқасында ұлттық құрамаға шақыртылып жүр екен деп емес, атасының атын берген екен. Бұл турасында да айтқанбыз. Айтайын деген, Хусановтың карьерасы былай тез өсіп кеткен сияқты. Өзі 2004 жылғы бала. 29 ақпанда 21-ге енді толатын бала, бұйырса. Енді Өзбекстанда жүреді, сөйтіп БГУ-да 1,5 жыл ойнайды да 100 000 еуроға кетеді. Ланста 31 ғана ойын өткізіп, араға 1 жыл салып, былайша айтқанда 1 жылда сәл ғана асты, 40 миллион еуроға кетіп бара жатыр. Манчестер Сити сол 31 ойынның барлығын көрді ғой демек, скауттар жүр ғой. Сонда 31 ойын жеткілікті болып тұр ғой? Жеткілікті болып тұр, бұл жерде мен жалпы осы футболға қызығушылығым өзім туған ағамның арқасында ғой. Сонымен өткенде сөйлесіп қалыпты, айтады да, егер де сенің талабың болса дейді, сенің ұлтың кім, қай жерден шықтың, қандай ауылдан шықтың, енді өзбектер махалля дейді ғой, қандай махаллядан шықтың, ол бәрібір дейді ше. Көрді, талабың бар ма, мықтысың ба, алып кетті дейді. Сол сияқты біздің бұл қазақ ойыншыларына да бір мотивация болу керек та. Аздап бір сәл ішіміз андай ықтық қалған кездерде болды ғой. Неге біздің де бір бала шыққанда дұрыс болар ма еді дегенде, енді қазір ол туралы да айтамыз ғой. Бірақ оны да түсіну керек та, біздікілер сәл андай қабылдап жатыр, ответочка дегендей. Хусанов кім болып бара жатыр, біздің Дастан кім болып бара жатыр дегенде түсіну керек та. Бір жағынан Хусанов ол негізгі құрамға 40 миллион еуро бара жатыр. Дастан академияға бара жатыр. Қазір Хусановқа да біз алғыс, жалпы сәттілік дейміз. Және барша өзбек көрермендеріне, біздің қазақ көрермендеріне, қырғыз бауырларымыз көреді. Барлықтарыңызға рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Сіз болып, біз болып, Әбдіқадыр Хусановты Англияға аттандырдық. Енді әлемде Өзбекстан деген мықты футболи мемлекеттің бар екенін білетін болады. Сонымен қатар Қазақстанның атын біздің Дастан Сатпаев сияқты жігіттеріміз таныта берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.